Шыны призмаға түскен ақ жарықтың әртүрлі түстерге жіктелу дегеніміз не дейді? Бұл бізде дисперсия. Бұл физиканың 11 сынып бойынша башаруы, яғни физика 11 сынып, иә? Соның 5-те 2-ші тарауында жазылған. Жарықтың дисперсиясы және жарық интерференциясы деген. Жалпы жарықтың дисперсиясы дегеніміз ақ жарық, яғни мынандай үшбұрышты призмаға, яғни түседі, иә? Содан кейін ол 7 түрлі түске боялады. Мысал ретінде келтіретін болсақ, кемпір-қосақ алсақ болады. Жаңбыр жауып өткеннен кейін кемпір-қосақ пайда болады, иә? Сол бізде дисперсия. Мына жерде дисперсияның анықтамасы бойынша негізі былай жазылған екен. Жарық дисперсиясы деп ортаның сыну көрсеткішінің өтетін жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігін айтады дейді. Жалпы дисперсия деген не екені түсінікті, иә? Егер түсініксіздеу болып жатса, осы тарауды толықтай оқып алсаңыздар болады. Яғни 135-134 бетте, иә? Физика башаруы 11-сін.